Ақмола облысына бір қазандар ұшып келді. Алайда қызыл кітапқа енген құстар желді әрі суық өлкені жерсінбей қырыла бастаған. Үлкен тұмсығымен ерекшеленетін теңіз құсын аман қалдыру мүмкін бе еді? Мерей Қалиасқар жауап іздеп көрді. Ольгинка ауылы Астанадан 140 шақырым жерде орналасқан. Бірнеше күн бұрын 230-дан аса халқы бар ауыл тұрғындары аулаларында, бақшаларында, тіпті қораларында ерекше құсты байқап, таңданыстарын жасырмады. Сөйтсе ауылдарына бір топ бір қазандар қоныстанған екен. Қораға кірсем, ол осында кіреберісте отыр. Әрі қарай кіруге қорқытау шамасы. Сосын торды ашып, сыпырғышпен ақырындап орыннан жылжытуға тырыстым. Ол тіпті бұл жерден кетуге де тырыспады. Күн суық болды. Әуелі ауыл тұрғындары бір қазандарды жылы жаққа бара жатып, қоректену үшін тоқтады деп ойлапты. Алайда әрі құстар бірнеше күн өтсе де ұшып кетуге де тырыспаған екен. Вот так вот где-то, вот, если вот на ногах стоит. Розовые или как? Серые далеко не отлетали, отлетят, сядут. Ауылға 10 шақты құс қоныпты. Басында топпен жүріп, артынша бөлініп әр жаққа кете барған. Ауыл тұрғындары әлі құрып, әбден шаршаған құстарды қораға қамап, алдына жем мен балықты қойған. Дегенмен ол әрекеттерде сәтсіз болып, ертеңінде арам қатып өліп қалғанын байқапты. Жалпы бір қазандардың елімізде 2 түрі бар екен. Бұйра және қызғылт болып бөлінеді. Қызыл кітапқа енген ірі құстардың бұл жаққа неге аялдағаны белгісіз. Ауыл тұрғындары бұйра бір қазандардың осы маңайға қонып қайта ұшпағанын айтып отыр. Бір қазандардың балықпен қоректенетінін ескерсек, бәлкім осы өзеннен азық іздеген болар. Жергілікті әкімдік бұл жағдайдан бейхабар екенін айтып, ауыл тұрғындарын кінәлай жөнелді. Құстардың ұшып келген тек әлеуметтік желден көрген екен. Бірақ ол кезде тым кеш болды. Жауапты мамандардан құралған комиссия бір қазандардың өлексесін ғана көрген. Сол ауылдың тұрғындары бізді апарып көрсетті. Қай жерде 4 бас бір қазан жатқан. Көрдік та, жинап алдық та, қалған алдында неден қарағанда мен 7-8 бас бір қазанды көрген болдым. Сол қалған 4-еуін іздедік, бірақ таба алмадық. Халықтың айтуы бойынша ұшып кетті деді. Сондай жағдай. Сосын неге Михайловка ауылдық округына селосына келдік те, сонда комиссия құрып өртеп жібердік. Мамандар құстар мұнда қатты желмен ағып келген болуы мүмкін дейді. Ал мұнда қажетті азық таппады, әрі суық күн райы оларға жақпаған. Күз болған кезде олардың мынау миграциялық инстинкті өте қатаятты. Олар ұшып кеткен балапандарын тастап. Неге өздерінің аналық инстинктіне қарамай. Содан кейін бұл балапандар енді өздерінің көрегін табамай, абяна азып кеткен. Содан кейін жөнді ұшамайды. Өздері де көріп жатырсыз, қонған жерлері тақыр жері болып тұр. Зоолог-орнитолог маман Қостанай облысында Наурызым мемлекеттік табиғи қорығында бір қазандар көптеп кездесетін тілге тиек етті. Алтай Жатқанбаев олардың сол маңайда арнайы мекендері барын айтады. Бір қазандар сол жерден Ақмола облысына ұшып келді деген болжам бар. Ақмола облысынан Мерей Қалиасқар, Темірлан Нұртаза, КТК.